Болса айтасыз. Басеке, асықпай жылдам жасап алдық. Сен бала жаман көп сөйлеп жүрсің соңғы кезде. Соң көп байғамадым. Байғамаған байғадыңыз ба? Болды. Әлі 2 камаз күттір, барыңдар. Соң бәрін мен тосын. Олжас, бергеш. Ал Басеке. Жігіттер жинаш. Тыныштық па? Әмиям жоғалтып алдым. Ақша бар ма ішінде? 500 мың теңге бар еді. Құжаттар жоқ па еді қасында? Салмаған ғой соны. Бүйтіп айтшы. Әмиян тапқан адамға 100 мың теңге сүйінші береді деп. Жинаш дес. Болды, қазір жігіттерді жинайын. Ей, Ау, ішінде 500 мың теңге болған ешкімге айтпа. түсіндім. Жақсы. Басқа сұрақтарың бар ма жігіттер? Айтпақшы Басеке, Амияныз тапқан адамға 100 мың берем дегеніңіз рас па? Иә, сүйіншіге 100 мың. Доллар ма? Жоқ ей, теңге. Доллар. Болды онда мен кеттім, іздей берейін Басеке. Болды, іздестіріңдер. Айтпақшы, қай жерде жоғалтып едіңіз? Мынау қандай адам? Қай жерде жоғалтқан біздің сенен сұрайын ба мен? Табу қиын ғой деп атыңыз. Бостыңдар болды. Бара беріңдер. Мыналарды қадағала. Досым. Досик. Досым. Оу! Сен ба досым? Досик. Сен айлығың жақсы екен ғой, Қанағат. Досым осы сварка дегенін маған да үйретші. Күрішік болып, азып тозып, дым қалмайтын болып бар ғой. Егер маған үйрететін болсаң, айлығымның тең жартысын саған берем. Айына 20 мың теңге. Маған ақша беріп үйренгенше, сварканың оқуын оқи салмайсың ба? Оған төлеп оқитын ақшам жоқ мен. Тегін оқытады ғой. Қой, Иә, мен сол жерде тегін оқыдым ғой. Өздері осы жерге жұмысқа орналастырып берді. Одан артық не керек? Қандай жер ол тегін оқытатын? Жұмыспен қамту орталығы. Жұмыспен қамту орталығы. Телефоны бар ма? Болу керек. Берсейші. Бізде оқиық та. Міне, визиткісі бар екен. Қан? Жақсы екен, Айтпақшы, айтуды ұмытып кеттім, ана дәкең бар ғой өзіміздің, орынбасар ше. Қоңыр Амиян жоғалтып ап, соны тақпан адамға 100 мың теңге берем дейді. Дәкең жоғалтқан екен. Бәріміз іздеп жүріп қой, күні бойы. Мынау емес па? Кәм берші. Ой. Дәл өзі ғой. Как раз осын іздеп жүрмін ғой, досым. Маған Құдайдың өзі жіберіп тұр ғой, Саған ба, әлде маған ба? Сен арқылы маған. Так, өзіме 2 бөлмелі пәтер алсам ба? Кел шақшан. Бастықтікі болса, өзіне қайтарып беру керек. Кім айтты саған бастықтікі деп? Сен айттың? Сыртына бастықтікі деп жазып қойыпты ма? Қой, ят болады досым. Досым, одан да былай жасайық. Екеуміз тыныш қана бөлісіп алайық. Ішінде ешқандай құжаттар жоққа қарасай. Тыныш бөлісе салайық. Болмайды, апарып берейік. Ой, апарып берейік деп. Қанша бар екен ішінде? Санамадым. Жарайды, апарып берсек, апарып берейік. Бірақ осыған берілетін 100 мың теңгені екеуміз теңдей бөлісіп аламыз. 30 мың саған, 70 мың маған. Ой, әзіл папалам деп атың да. Одан кейін неше қалды? Екеу бар. Болды, ішке барыңыз. Сендер де бара беріңдер, болды. Олжас, мұнан несі кеткен? Негізі бұның моторы бұзылып тұр ғой. Бұны сол жерлерін жөндедіңдер да, орнына барып қойыңыздар. Тезірек. Басеке ана тұр. Түсіндің ба? Басеке, 1 минут бола ма? Келсеңші. Не болды? Сүйіншіңіз дайындай берсеңіз болады. Не үшін? Амияныңыз таптық. Міне азаматтар, Міне, сіздікі ме? Дәл өзі ғой, қайдан таптыңдар? Үздетіп жүріп тапқыздым ғой мен. Жарайсыңдар. Міне ақшасына жиндар. Бәке. Басеке деймін да. Бәке, жаңа тапқан адамға 100 мың берем дегеніңіз. Тоқтай тұршы, санап жатырмыз ғой. Иә. Болмаса сен сана. Болды, Басеке. Санай беріңіз. Бәрі. Тура. 490, 500. Басеке деймін да. Не болды? Жаңа уәде күшінде ғой, 100 мың теңге берем дегеніңіз ше? Жоқ, уәде ғой. Бірақ мынаның ішінде 600 мың теңге болған жігіттер. Қалай сонда?
байқап қарасам сендер сүйіншіге беретін 100 000 теңгені алып қалған сияқтысыңдар ғой. Түсінбедім. Көздеріңізше санап тұрмын ғой. 100 000 теңгесі кем. Жоқ, біз алған жоқпыз. Нан Сонда сендер менен 200 000 теңге өндіріп алғыларың келіп тұр ма? Басеке, Не? олай демеңіз. Енді қалай деймін енді? Аға, сіз маған Сен жұмысыңа бара берші. Араласпа. Жұмысыңа бара бер. жарайды. Барсай, Басеке, мен де кете берсем бола ма? тұршы. Бол. Жігіттер, мынаның ішінде қанша ақша болған, мен өзім жақсы білемін. Бәрібір өздеріңе беретін ақша еді ғой. Сондықтан расчетпіз. Аллаға шүкір. Өз несібем өзіме жетеді. Сіздің берем деген ақшаңызға қарап қалған жоқпын. Қарап қалмасаң қайтар онда 100 000-ды. Сонда мен сізге 100 000 теңге беруім керек па? Бермей-ақ та қойшы ол 100 000-ды. Саған садақа сол. Садақаны маған емес, өзіңе қалдыр. Басеке, Жібер. Осы сөзің үшін жұмыстан шығып кетемін деп қорықпайсың ба сен? Сенен емес, бір Құдайдан қорқам. Қалай сонда? Басеке, қойыңызшы. Жігіттер, таныштық па? Тыныш. Тыныштық емес. Маған кіріңдер. Мен сенімен кейін сөйлесем. Түсіндің ба? Басеке, жалпы жағдай осылай болып тұр. Сонда сенің 100 000 теңге алмағаның рас болды ғой. Әрине. Әрине. Түсінікті. Алларын алып алып айтып отқан қарызайшы бұның. Егер мен алған болсам, қалғаны қайтып әкелмесем. Дірілдемеші. Дос бол. Сенің тауып алған әмияныңда 500 000 теңге бар болғаны рас па? Мен әмияндағы ақшаны санаған жоқпын. Бірақ дәкең ашып санағанда ішінде 500 000 теңге болған. Санаған жоқпын деп. Сен санағанда 500 000 болған бет? Иә. Бірақ жоғалтқан ақшаң 600 000 теңге. 600 000 теңге ғой. Онда былай істейміз. Дос бол, Ау, мына әмиян саған. не үшін? Барсай, алсай. Егер ертеңге дейін 500 000 теңгені жоғалтқан адам келмесе, бұл әмиян сенікі болсын. Басеке, не істеп жатсыз? Бұл менің әмияным ғой. Менің әмияным ғой. Сенің әмияныңда 600 000 теңге бар екені рас болса, онда сол әмияның табылғанша ізде. Бұны дәл қазір кез келген адам менікі деп айтылады. Сенің әмияның екенін дәлелдейтін ішінде бірде бір құжат жоқ. Соны айтамда, менікі де тура осында әмиян еді. Қойсай. Кішкене ұқсайды деп адым да. Қазір мен бұдан артық ештеңе істей алмаймын. Бірақ Басеке, мен... Болды. Дос бол. Әрқашанда осындай адалдығыңнан айныма. Бара берсеңдер болады. Жақсы. Рахмет, Басеке. Дәурен, Ау? дүние деп адамдық қасиетіңізді жоғалтып алмаш бір күні. Басеке, сіз мен дұрыс түсінбедіңіз. Дәурен, әмиянның ішінде 500 000 теңге бар екен, маған ешкім айтпады деп ойлайсың ба? 100 000 теңгеге байып кетем деп ойладың ба? Әлде сенің ар-намысыңнан 100 000 теңге артық болды ма? Жоқ, Басеке. Сенің осындай арсыздыққа барғаныңа сен емес, мен ұялып отырмын. Кешіріңізші, Басеке. Кешірімді менен емес, дос болдан сұра. Боссың. Кешіріңіз. Дәурен, Ау? байлыққа көп құнықпа. Жүрегіңді иманыңды суытпа. Сол байлықты бір Алланың өзі беріп, өз аларын ұмытпа. Досым, жаңа доля енді 2 еселенетін шығар, я? Ертеңге дейін күтейік. Мүмкін егесі келіп қалар. Неге түсінбейсің? Бізге беріп тұр ғой бұл ақша. Берші, маған берші, мен де тұра берсін. Ой, Азамат. Тұра берсін. Дос бол. Бауырым. Менен үлкен қателік кетті. Олай істеймін деген ойымда да жоқ еді. Аға, шын мәнінде әмияныңыздың ішінде 500 000 теңге болды ғой, солай ма? Иә. Адал көңіліңе күй жаққаным үшін кешірші. Ренжіме. Жарайды аға. Кешірем ғой. Бірақ бізге сіздің бір тиыныңыз да қажет емес. Сен мен атынан сөйлемесей, маған керек ақша. Мен де тұра берсін. Әкелші ақшаны. Қандай ақша?
450 мың ба? А мен берсей? Ё-моё, біраз план құрып қойып ем. Бытшын шығардың ғой бәрін, мә. Міне аға. Рахмет Тасбол. Мен саған өз айым жуу үшін өз атымнан саған 50 қабын премия берем. А? Келістік па? Рахмет аға. А, бәсеке, Не болды? маған да бір премияңыздан бар шығар. 5-10 қаптай. Міндетті түрде сенің де еңбегің бар ғой. Бәсе, 20 қап дейсем аппын ғой, Сен жаңа Досбалға берген 50 қабынды өзің тегін артып бересің. Саған премия сол. Жақсы Досбал. Жақсы аға. Ол болмайды ғой. Үндемесей. Өзім бөліп берем. Қош, теңдей бөлсеміз ғой, Әрине. Болды ғой досым. 2 күн осылай үндемей тұрып берем ғой. Жа берген визитке қайда? Hı? Апарып сені таныстырайын да. А, бәсе, қазір 1 минут. Мә. Мәссаған. Досым, сен шынымен де осында оқыдың ба? Иә. Мұнда сварщиктен басқа қандай мамандықтар бар? Жүрсе ішке кіріп таныстырайын. Кірейік. Мұнда шаш таразшы, повар және тағы бірнеше мамандықтар бар. Соның бәрін тегін оқыта ма? Әрине. Одан басқа бастықтың оқуы бар ма? Оны жайша сұрадың ба? Жай сварщикпен қатар тегін оқып алайын деген ғой. Ой, сен де айтасың ау. Айтасың ғой.